Қарағанды хайуанаттар бағы біздің түсірілім тобымыздан сенсациялық жаңалықты жасыра алмады. Жануарларды түсіру барысында камера объективіне анасының қалта сөмкесінен басын шығарып тұрған кенгуру баласы түсіп қалды. Хайуанаттар бағына кенгурудың бұл түрін өткен жылдың күзінде алдыртқан. Енді міне сол кенгурулар Қарағандыны жерсініп төлертті. Хайуанаттар бағында жыртқыштар мен қосмекенділерді түсіру барысында біздің ұжым керемет жаңалықтың куәсі болды. Бірақ зоопарк жұмысшылары аса қатты қуана қоймады, себебі олар мұндай жаңалықты осы күнге дейін жасырын сақтаған. Австралиялық жануарды тамашалау барысында анасының сөмкесінен кішкентай ғана кенгуру басын шығарды. Кенгурудың баласы бар екенін зоопарк ұжымы да кейін біліпті. Соңғы уақытта біздегі ұрғашы кенгуру қалташасын тазалап қайта-қайта қарай бергенін байқадық. Содан кейін оның баласы бар екенін түсіндік. Баласы 6 айлық қана, әлі кішкентай. Сол үшін де сөмкесінен шықпайды. Барлығы жақсы болса, 7-8 айында жүгіріп, ойнап жүреді деп отырмыз. Шындығында кенгурудың баласын көру мүмкін емес десе де болады, себебі ол үнемі анасының сөмкесінде жатады. Ал анасы келушінің көзінен алыстап артына бұрылғанды жөн көреді. Бірақ бұл жолы анасы да, баласы да түсірілім тобына қызығушылық танытты. Десе де мұндай көріністі барлық қызметкерлер тамашалай алмады. Очень интересные животные, у них строение совсем другое. Кенгуру ерекше жануар, дене бітімі бөлек. Баласы туылғанда өте кішкентай болады және бірден сөмкеге кіреді. Ары қарай сол сөмкенің ішінде өседі, сол жерде тамақтанады да. Алғашқыда анасының сүті майлы болмайды, сүттің майлылығы баласының өсуіне байланысты арта береді. Оны кенгурудың организмі өзі реттеп отырады. Шындығында Австралияда бізге таныс емес нәрселер көп. Жұмбаққа толы елде құпиялардың санында есеп жоқ. Тіпті бізге таныс емес басқа жер бетінде кездеспейтін жануарлардың отаны осы ел. Кенгуру да осындай жануарлардың бірі және хайуанаттар бағының арқасында біз оларды өз көзімізбен көре аламыз. Диас Елемес, Зұлқарнай Исмақаев, Николай Шевелев, 5-ші арна.